Деректерге сүйенсек, туризмнің дамуы 19 ғасырдан бастау алады. Бұл ғасырдың ақсүйектері мен ауқатты азаматтары өздерімен бірге чемодандарға салынған жүктерін жинап саяхатқа аттанған болатын. Ол уақытта заттарды реттеп зақымдалмауын қамтамасыз ететін арнайы адамдар жалданған болған. Ал бастысы, ол чемодандар су болмауы тиіс еді. Қазір мұндарды есту біртүрлі болып көрінеді әрине. Бірақ та бір күні барлығы өзгерді. 1858 жылы Парижде Трианон атты алғашқы тегіс чемодан көрсетілді. Ал бұл затты қазіргі кезде барлығымыз білетін адам ойлап тапқан. Осылайша әлем алғаш рет Луи Виттонның атын естіген болатын. Луи Виттонның алғашқы шеберханасы Парижде 1854 жылы ашылып, жоғары сапа мен сән-салтанаттың белгісіне айналды. Сән үйінің қалаушысы 1821 жылы 4 тамызда Францияның оңтүстігіндегі шағын қалашықта дүниеге келген. Кішкентай кезінде таңнан кешке дейін әкесіне фермадағы жұмыстарға көмектесіп отырған. Ол күніне бір рет ғана тамақ ішкен және үстіндегі киім жыртықтары бірнеше рет тігілген болатын. Кей кезде жұмыс істеп жүрген жерінде ұйықтай салған. 10 жасына келгенде белгісіз аурудан анасы қайтыс болады. Бірнеше жылдан кейін әкесінен айырылады. 13 жасында Виттон өз үйін тастап 470 шақырымды жаяу жүріп Парижге аттанады. Бұл саяхаты 4 жыл уақыт алды. Парижге жетер жолда кішкентай ауылдарда қара жұмыс істеп күнін көрген. Тек қана 16 жасқа келген сәтінде Парижге келеді. Бірақ бірінші апта бұл бала үшін өте қиынға соққан. Көшеде түнеп жұмыс іздеумен болады. Бір күні шеберхана витринасынан әдемі дайындалған қорапты байқап қалады. Баланың бұл затқа қызыққаны соншалық шеберхананың ішіне кіріп өз көзімен көруге бел буады. Ішінде сатып алушылардың көптігінен жұмыскерлердің үлгермей жатқанын байқайды. Луи дүкен басшысына барып өз көмегін ұсынған. Табандылығы мен еңбек сүйгіштігінің арқасында келесі күні сандықтар мен қораптар жасаушы месье Марешальдің дүкенінің жұмыскеріне айналады. Ол кезде бұл кәсіп Еуропа аумағында беделді мамандық ретінде танылған болатын. Өз кәсібінің маманы атанып Францияға әйгілі болған Луи 33 жасында 17 жасар Клеменс Эмилиге үйленеді. 1854 жылы Франциядағы Капуцин көшесінде жеке шеберхана да ашып үлгереді. Алғашында жеке тапсырыстар жиі түсіп отырған. Мысалға 1856 жылы цирктегі пониді тасымалдауға арналған санды жасауға тапсырыс алады. Бизнесі жүріп, барлығы ойдағыдай болды. Бірақ Луи басқалардан ерекшеленіп, өз тауарын әлемге әйгілі еткісі келді. Ойлана келе 1858 жылы Виттон су өткізбейтін Трианон чемоданын сынады. Бұл үлгі төртбұрышты формасының арқасында бір-бірінің үстіне қоюға ыңғайлы болды. Пойызбен саяхаттаушылар үшін су өткізбейтін қасиеті таптырмайтын зат еді. Тауарды тек қана Францияда емес, басқа мемлекеттердің өзінде пайдалана бастаған. Жүздеген тапсырыстар алып, танымалдығы арта бастаған болатын. Бірақ бәрі сәтті болды деп айту қиын. Сол кездің өзінде Виттонның тауарына көшірме жасаушылар көбейіп кеткен. Сондықтан чемодандары басқалардан ерекше болу үшін қоңыр түсті жолақтар салып, ал кейіннен шахматты принтті қолдана бастайды. Бірінші күннен бастап дүкеннің тұтынушылары сапа мен әдемілікті бағалайтын қалталы азаматтар болған. 1867 жылы қоғамға сіңірген еңбегі үшін Париждегі көрмеде медальға ие болады. Барлығы ойдағыдай болды деп айтуға келмейді. 1871 жылы Франциядағы соғыс кезінде шеберхана қирап құрылғылардың барлығы ұрланып кетеді. Бірақ Луи тез арада өзін қолына алып шеберхананы жаңадан тұрғызады. Тауарға сұраныстың көптігінен 1885 жылы Виттон Лондоннан дүкен ашады. Сол кезден бастап 100%-лық шынайылықты білдірген LV жазулары пайда болады. 1886 жылы ұлы Жорж екеуі қазіргі уақытқа дейін қолданылатын пружиналы құлыпты патенттайды. Тұтынушыларға басқа кілт керек болып қалған жағдайлар үшін құлыптардың барлық модельдері шеберханада сақталатын болған. Луи өмірінің соңына дейін жаңалықтар ашып, құлыптар мен тұтқалар жасаумен айналысқан. Қарапайым фермер ойлап тапқан заттар мен қазірге дейін тұтынатындығы таң қалдырады. Ал атақты шебер Луи Виттон 70 жасында қайтыс болды. Әкесінің кәсібін әрі қарай Жорж Виттон алып жүрді. Жоржтың кезінде әкесінің құрметіне арнап біз білетін кішкентай монограмма мен LV жазулары бар тауарлар пайда болды. Брендті танымал етемін деп уәде берген Жорж Нью-Йорк пен Буэнос-Айресте және Франциядағы ең үлкен дүкен ашады. 1901 жылы қазіргі рюкзактар прототипі Симмербек шығарылады. 1925 жылы Коко Шанельдің тапсырысымен Сквайрбек жасалынып шығарылады. Ал ең танымал әйелдер сөмкесі 1930 жылы жарық көреді. Бұл модельдер қазірге дейін танымал болып табылады. Жоржтың орнына компания басшылығы Луидің немересі Гастон Луи Виттонға өтеді. Гастонның кезінде тауардағы принттің жазуы кішкентай етіліп өзгертілді. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Луи Виттон бренді фашистермен қарым-қатынаста болған. Ал сол уақыттың дүкендерінде кіре берісте еврейлерге кіруге болмайды деген жазулар болған.
Компания бұл тарихи сәтті еске алмауды жөн санайды. 1987 жылы компания Moet Hennessy компаниясымен бірігіп LVMH холдингіне айналады. Қазір оларға 70-тен астам брендтер тиесілі. Атап айтсақ, Christian Dior, Hennessy, Givenchy және Kenzo. Қазіргі сәтте бұл сән үйінің дүкендері әлемнің 53 мемлекетінде жұмыс істеп тұр. Тауарлар бағасы болса 5 мыңнан 55 мың долларға дейін жетеді. Ал сатылмаған тауарлар Францияға қайтарылады. Өзінің сапасы мен қайталанбас дизайнын көшірме жасаушылардан қорғау үшін тауарларды жағып жібереді екен. Алғашқы шеберхана ашылған сәттен бастап чемодандардың құлпы мен зақымдаудан қорғайтын бұрыштықтарына дейін өзгермеген. Бұл компания өз тауарларына өмірлік кепілдік береді. Ал зақымдалған тауарларды жөндейтін арнайы қызметтер жұмыс жасайды. Достар, бүгінге айтарым осы. Ал сіздер бұл компанияның тауарын тұтынып көрдіңіздер ме? Міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіздер. Келесі кездескенше.